Қайырлы достар, қалдарыңыз қалай? Міне қараңыздаршы, мына жерде осындай бір багова сауна дейді. Бұл жалпы Қытайда істелген нәрсе екен. Қандай енді адамзатқа жақсы көмек тиіп жатыр деп айтады. Қарасаңыздар, су шығаратын нәрсе екен. Өзі орындығы бар. Мына жерде тастары бар екен. Табанға қоятын тастары бар екен. Және мына жерде өзінің датчиктері бар. Міне мына жерден температураны өзіңіз реттеп отырасыз. Тоқпен істейді екен. Міне осыны Қытайдан алдырасыздар, Қытайдан. Осыны біздің осы қанша мүйізі қарағайдай жоғарғы оқу орындары бар, техникалық орындары бар, колледждер бар, техникумдар бар, және де медициналық оқу орындары бар. Осы неге біздің өзіміздің студенттер, өзіміздің ұстаздар неге осыны ойлап шығармайды? Қытайдан алғанша қарапайым нәрсе ғой мынау. Осы нәрсені өзімізде ойлап шығарса, өзімізде де өндіріс болады ғой. Енді осыны құлағына алтын сырға, жаңағы өнертапқыштарға осыны ойлап шығарыңыздаршы, міне түк қиыншылық жоқ қой мына жерде. 7-8 түрлі тас болады. Соны тоқпен қыздырады. Тоқпен қосасыз, болды. Мына жерде термо ғой, мынадар ыстығы түсіп. Мына жерден басыңызды шығарып қоясыз да отырасыз. Міне қандай тамаша, Сүйегіңнен өтіп кеткен. Қарапайым нәрсе, суық шығарады. Міне осындай нәрсе істеу керек қой бізге, елімізге пайдалы нәрселерді. Жақсы достар. Сіздерге ой салу осы. Әсіресе жаңағы айтқан біздің өнертапқышқа, жоғарғы оқу орындарындағы студенттерге, мұғалімдерге еліміз дамысын десек осы нәрсе жасау керекпіз. Қытайдан алдыра бермей. Жақсы, сәттілік.